Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Әсем. Бүгін бауырсақ дайындаймыз. Бұл бауырсақ рецептісімен дайындалған бауырсақтар жұмсақ, лүпілдек және бір жасағаннан дәмді болып шығады. Бауырсағымызға керекті заттар: жылы су, жылы сүт, қаймақ, тұз, ашытқы және қаламұшса ұн. Ыдысқа сүтті, суды барлығын құямыз және тұзды саламыз, ашытқыны саламыз. 2 қасық қаймағымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластыра отырып, үстіне ұн саламыз. Ұнымызды қаламұшша саламыз. Ұнымыз көп болмау керек. Қамырымыз қамытты да емес, жұмсақ та емес, осындай болу керек. Және қамырымызды қолымызбен әбден 10 минуттай илейміз. Илегеннен кейін қамырымыз осындай болды. Оның үстіне 2 ас қасық сұйық май құйып, қамырымызды бірнеше рет жақсылап илейміз. Қамырға сұйық май қосып илеген кезде қамыр өте нәзік, өте тез көтеріледі және дәмді болады. Осылай бетін пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Қамырымыз осылай 2 есе болып көтерілді. Үстіндегі пленкасын алып, қамырымыздың барлығын жинап, 2 бөлікке бөлеміз. Қамырымызға кішкене ұн себе отырып, қамырымыздың жан-жағын илеп аламыз. Қамырымызды қатты баспаймыз, осылай қолымызбен баса отырып, шар тәрізді пішінге келтіреміз. Енді бауырсақтарымызды қолмен жайып, оқтаумен жұқартып жайып аламыз. Бауырсақтарыңызды дөңгелек етіп жасасаңыздар, қамырыңызды қатты жұқақ етіп жаймаймыз. Кішкене қалыңдау болу керек. Өйткені бауырсақтар піскен кезде үрленіп, әдемі шар тәрізді пішінге келеді. Ал егер жұқа жаятын болсаңыздар, бауырсақтарыңыз үрленіп, дөңгелек болмайды. Осылай қамырымызды дөңгелетіп кесіп аламыз. Кесілген бауырсақтарымызды үстін жауып, жарты сағатқа қоямыз. Сол кезде бауырсақтарымыз 2 есе көтеріледі. Одан кейін қызып тұрған майға 2 жағын қызартып қуырып аламыз. Бауырсақтар осылай қуырылып жатыр. Осындай бауырсақтардың әрбір үйде, әрбір отбасында піскен кезде үйдің іші ерекше бір берекеге, қуанышқа бөленеді. Сіздер де осындай бауырсақтар дайындаңыздар. Бауырсақтарымызды сүзіп алып, салфетканың үстіне майын сорғытып аламыз. Осындай болып бауырсақтарымыз пісті. Әрбір дастарханға ерекше береке, ерекше нәзіктік сыйлайтын бауырсақтарымыз дайын. Сіздермен болған Әсем. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.